Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін қайнатпа сорпа дайындаймыз. Күзгі және көктемгі тұрақсыз ауа райында сау және қуатты болу үшін тамақтану қағидамызды ретке келтіруіміз керек. Осы орайда ыстық құнарлы сорпаны ішуге кеңес беремін. Ол ағзаны жылытады, асқазан ішек жолдарын жақсартады. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Бізге керегі кез келген 4 түлік малдың сүйек еті, яғни мойны, қабырғасы кез келген. Не үшін сүйек ет? Себебі қайнатқан кезде сүйектің ішіндегі май да шығады, оның да өте пайдасы бар. Және міндетті түрде құйрық май қосамыз. Құйрық майды бүтіндей салмаймыз, ірі-ірі етіп тураймыз. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері өте көп. Әсіресе сәбилерге жиі беріп тұрыңыздар, себебі дені сау, қуатты болып өсу үшін және иммунитетін жақсы көтереді, тұмаудан жақсы сақтайды. Сондықтан құйрық май жеуге үйретіңіздер. Қазанымызға осылай жартыдан көп етіп салқын су құйып, еттерді сала бастаймыз. Ешқандай майға қуырмаймыз, ешқандай қосымша май қоспаймыз. Қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Енді қайнап шығып кеп жатқанда сорпада көбіктер пайда болады. Осы пеналарды барлығын алып тастаймыз. Бір рет алған жеткіліксіз, қарап тұрыңыздар, қайта-қайта осылай шығуы мүмкін, сондықтан көбіктен жақсылап тазалау керек. Бұл қайнап шыққанша көкөністерді тазалап турап бастаймыз. Пиязды 4-5 бөлікке немесе өз қалағандарыңызша осылай майдалап турасаңыздар да болады. Және қызанақ міндетті түрде қосыңыздар, ол сорпаға түс береді, дәмі де өте ерекше болады. Көрдіңіздер ме, қатты қайнап шықты, тағы да бізде көбіктер шықты. Бұларды да алып тастаймыз. Пияз бен қызанақты саламыз. Пияздарыңыз қаншалықты көп болса, соншалықты сорпа дәмді болады. Бұл жерде менде 4 пияз. Енді сәбіз, картоп, болгар борщтарын тураймыз. Бұл жерде сәбізді майдалап тураудың қажеті жоқ, өйткені қайнатпа сорпа ұзақ қайнайтын болғандықтан, оны ірі етіп сала берсеңіздер болады. Кейбір кезде 4-5 бөлікке бөле салсаңыздар да болады. Бұл жерде менде ірі картоптар, егер сізде майда картоп болса, бүтіндей салыңыздар. Сорпамыз әдемі болып қайнап жатыр, үстіне көкөністердің барлығын саламыз. Тұз қосамыз. Лавр жапырағын бір тал қосамыз, қара бұрыш, шым-шым сеуіп, жай ғана араластырып, қайнап шыққанын күтеміз. Міне қайнап шықты, отты төмендетіп, міндетті түрде дәмін көріп аламыз. Бәрі жақсы болса, қақпағын жауып, кемінде 4 сағатқа өте баяу отта қайнау керек. Кішкене жанын ашып қойыңыздар қазанның. Міне. Сонда өте жақсы қайнайды. Өте ұзақ қайнаған, 4-5 сағат қайнаған сорпаның дәмі мінсіз болады. Уақыт өтті, қараңыздар. Түсі өзгерген, қызанақтың өзі түс берген, құйрық майдың майы бетіне шыққан. Енді сүйегінен еттері ажыратылып тұр. Өте керемет болды. Көрдіңіздер ме? Тым қатты майлы емес. Құйрық майды көп салсаңыздар да болады. Ондай қатты май шықпайды. Және байқасаңыздар, мен құрғатылған укроп қосқанмын. Осымен ыстық сорпа дайын. Бұл құнарлы тағамды аптасына 1 рет дайындауға кеңес беремін. Себебі бұл сорпаны ішсеңіз, бойыңыздағы артық тер шығып, сергек жүретін боласыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көрермен болғандарыңызға рахмет.